Қала кешкі жарыққа малынып тұрған. Көшелердегі шамдар жаңбырдан кейінгі асфальтқа шағылысып, бәрін біртүрлі әдемі, бірақ суық етіп көрсететін. Сол жарықтың ішінде жалғыз келе жатқан жігіт бар еді. Оның аты Арман. Арманның өмірі сырт көзге қарапайым ғана болатын. Ескі пәтер, тұрақсыз жұмыс, қалтасында әрең жететін ақша. Бірақ оның ішінде ешкім көрмейтін бір нәрсе бар еді, ол шынайы сүйе алатын жүрек. Бір күні бәрі өзгерді. Ол оны алғаш рет шағын кофеханада көрді. Терезе жанында отырған қыз, Алина, ол кітап оқып отырды. Бірақ анда-санда сыртқа қарап бекүпендей болатын. Арман байқамай ұзақ қарап қалғанын өзі де аңғармады. Сол сәтте бір түрлі сезім өтті оның бойынан. Осындай адам менің өмірімде болуы мүмкін бе? Деп ойлады ол. Кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма? Бірақ сол күні олар сөйлесті. Алина кітапты жапқанда, ол орнынан тұрып, батылдық жинап жанына барды. Кешіріңіз, сіз оқып отырған кітап қызық сияқты. Ұсынасыз ба? Қыз басын көтеріп оған қарады. Жымиып, егер шынайы сезімдер туралы оқығыңыз келсе, иә. Осылай басталды. Күндер өте берді. Олар жиі кездесетін болды. Қарапайым серуендер, ұзақ әңгімелер, күлкі. Алинамен бірге болғанда Арман өзін мүлде басқа адамдай сезінетін. Сенімді, еркін, бақытты. Бірақ бір нәрсе бар еді. Алина кейде өзінің армандарын айтатын. Мен кішкентай кезімнен жақсы өмірді армандаймын. Саяхат, әдемі үйлер, табысты адам дейтін ол жеңіл ғана. Арман үндемей тыңдайтын. Бай адам керек деп тұрған жоқпын деп күліп қоятын Алина. Бірақ болашағы бар, өз орнын тапқан адам болса. Осы сөздер Арманның ішінде бірдеңені қозғалтты. Сол түні ол ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатып, ойы сан-саққа жүгірді. Мен ондай адам емеспін. Менде ештеңе жоқ. Ол мені шын білсе кетіп қалады. Осы ойлар оны ішінен жей бастады. Келесі күні бәрі өзгерді. Алина одан, сен немен айналысасың? Деп сұрады. Арман бір сәтке тоқтап қалды. Шындықты айтуға болатын еді. Бірақ ол көз алдына бір сәтте бәрін елестетті. Алинаның көңілі қалуы, оның баяу алыстауы. Жүрегі қысылып кетті. Сол сәтте ол шешім қабылдады. Мен, деді ол баяу, бірақ сенімді естілгісі келіп, жеке жобалармен айналысамын. Онлайн бизнес. Жақсы табыс бар. Бұл алғашқы өтірік еді. Алина таңғалып қарады. Шынымен бе? Қандай керемет. Сол сәтте Арман оның көзіндегі қызығушылықты, құрметті байқады. Бұрын ондай көзқарасты көрмеген еді. Және дәл сол нәрсе оны одан әрі итермеледі. Келесі күндері өтірік көбейе берді. Ол өзін табысты адам сияқты көрсетуді бастады. Қымбат кафелерге апарды соңғы ақшасына. Кейде қарыз алып, кейде кредитке кіріп, тек Алинаның алдында сол адам болып көріну үшін. Сенің өмірің қандай қызық дейтін Алина таңырқап. Арман жымиып қоятын. Бірақ ішінен ол баяу күйреп бара жатқанын сезді. Әр өтірік бір қадам тереңге. Әр кездесуден кейін ол жалғыз қалғанда өзінен өзі қашып құтыла алмайтын. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол Алинаны шын сүйіп қалды. Өтірік емес. Нағыз. Сол үшін де тоқтай алмады. Бір күні олар қала сыртындағы биік төбеге шықты. Төменде бүкіл қала жарқырап тұрды. Алина үнсіз қарап тұрды. Білесің бе, деді ол жай ғана, мен бақытты болғым келеді. Өте қарапайым, бірақ шынайы. Арман оған қарады. Жүрегі ауыр соқты. Мен сені бақытты етемін, деді ол. Бұл сөздер шын еді. Бірақ оның артында тұрған өмір жалған болатын. Сол сәтте жел күшейіп, қала шамдары бір сәтке жыпылықтағандай болды. Бұл алда болатын нәрсенің белгісіндей еді. Және Арман ол кезде әлі түсінбеген. Кейде бақытқа жету үшін айтылған өтірік сол бақыттың өзін жойып жібереді. Арман үшін уақыт бұрынғыдай емес еді. Күндер өтіп жатты, бірақ әр күн жаңа сынақ сияқты. Өтірікті ұстап тұру қиындай берді. Басында бәрі оңай көрінген, аздап әсірелеу, аздап жасыру. Бірақ енді ол тұтас бір өмірді ойдан құрап алғанын түсінді. Және сол өмір оны тұзаққа түсірген еді.
Алина болса керісінше оған бұрынғыдан да жақындай түсті. Сенің жаныңда өзімді қауіпсіз сезінемін деді бір күні ол. Бұл сөз Арманға пышақтай батты. Қауіпсіз. Ал ол болса өтіріктің үстінде тұрған адам. Сол күннен бастап Арманның ішінде күрес басталды. Бір жағынан шындықты айту, барлығын мойындап, бәрін таза парақтан бастау. Екінші жағынан Алинаны жоғалту қорқынышы. Және ол тағы да қорқынышты таңдады. Бір күні Алина күтпеген сұрақ қойды. Арман, сенің офисің бар ма? Арманның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Иә бар, деді ол кідіріп. Бір күні барып көрсем бола ма? Қалай жұмыс істейтініңді көргім келеді. Бұл сөздер оның ішіндегі барлық жүйені бұзып жіберді. Ол дайын емес еді. Қазір ремонт жүріп жатыр деп тез жауап берді. Алина күліп жіберді. Сенде үнемі бір қазір болмайтын себеп бар. Бұл әзіл сияқты айтылды. Бірақ ішінде күмән бар еді. Арман оны сезді. Сол сәттен бастап Алинаның көзқарасы сәл өзгерді. Ол әлі де жылы, әлі де мейірімді, бірақ анда-санда ойланып қарайтын болды. Бұл Арманды одан сайын қорқытты. Ақша мәселесі қиындай бастады. Кредиттер көбейді. Қарыздар жиналды. Телефонына күн сайын белгісіз номерлерден қоңыраулар түсетін болды. Қарызды қашан қайтарасыз? Төлем мерзімі өтіп кетті. Ол бәрінен қашып жүрді. Бірақ бір күні қашып құтыла алмады. Алина мен мейрамханада отырған кезде телефоны қайта-қайта шырылдай берді. Неге алмайсың? Деді Алина. Жұмысқа байланысты, деп жауап берді Арман. Онда жауап бер. Маңызды шығар. Арман амалсыз трубканы көтерді. Тыңдап тұрмын. Арғы жақтан қатты дауыс естілді. Сіз қашан төлейсіз? Бұл соңғы ескерту. Арманның жүзі өзгеріп кетті. Мен кейін хабарласамын деп тез өшірді. Үстелде үнсіздік орнады. Алина оған тіке қарады. Бұл не? Ештеңе, жұмыс мәселесі. Жұмыс па, әлде қарыз ба? Осы сұрақ бәрін тоқтатты. Арман үндемеді. Бұл ең қауіпті үнсіздік еді. Алина жайлап. Арман, сен маған бірдеңені айтпай жүрсің бе? Оның дауысы қатты емес. Бірақ өте шынайы еді. Арманның ішінде бәрі айқайлап жатты. Айт. Қазір айт. Тоқтат бәрін. Бірақ ол тағы да. Жоқ, бәрі жақсы, деді. Сол сәтте Алинаның көзіндегі сенім алғаш рет әлсірегендей болды. Сол кештен кейін бәрі баяу өзгере бастады. Алина бұрынғыдай жиі жазбайтын болды. Кездесулер сиреді. Әңгімелер де қысқара түсті. Ал Арман үшін бұл ең ауыр жаза еді. Ол өтірікті сақтап қаламын деп ең маңызды нәрсені жоғалтып бара жатқанын түсінді. Бірақ әлі де кеш емес сияқты көрінді. Бір күні Алина күтпеген жерден. Ертең кездесеміз. Маған бір нәрсе айтуың керек, деді. Арманның жүрегі қысылды. Не туралы? Ертең? Қысқа жауап. Суық жауап. Сол түні Арман тағы да ұйықтай алмады. Ол терезе алдында тұрды. Қала шамдары тағы да жыпылықтап тұр. Бірақ бұл жолы олар әдемі емес еді. Суық, бөтен. Ертең бәрі бітеді деп ойлады ол. Және алғаш рет ол шындықты айтуға дайын болды. Бірақ ол кеш емес пе еді? Келесі күн. Олар алғаш танысқан кофеханада кездесті. Сол орын. Сол үстел. Бірақ мүлде басқа сезім. Алина үнсіз отырды. Қолында сол баяғы кітап. Арман, деді ол жай ғана, мен кеше бір нәрсені білдім. Жүрек соғысы күшейді. Қандай нәрсе? Алина көзін көтерді. Оның көзінде бұл жолы жылулық жоқ еді. Тек шындық бар еді. Сен туралы. Сол сәтте Арман бәрін түсінді. Бәрі ашылды. Кофеханада ауыр үнсіздік орнады. Сыртта адамдар әдеттегідей асығып жүр. Біреу күліп өтті, біреу телефонмен сөйлесіп бара жатты. Ал осы үстелдің басында уақыт тоқтап қалғандай еді. Алина Арманға тік қарап отырды. Сен туралы, деді ол тағы да баяу. Арманның тамағы құрғап кетті. Не білдің?
Алина қолындағы кітапты жапты. Бұл олардың алғаш танысқан күнін еске түсіретін сол кітап еді. Бірақ бүгін ол естелік емес нүкте сияқты көрінді. Сенің онлайн бизнесің жоқ, деді ол тура қарап. Сенің офисің де жоқ. Сенің табысың да сен айтқандай емес. Әр сөз ауыр. Әр сөз дәл. Арман көзін төмен түсірді. Қарсылық білдіретін ештеңе жоқ еді. Мен деп бастады ол. Жоқ деп тоқтатты оны Алина. Бұл жолы мен сөйлеймін. Оның дауысы тыныш. Бірақ ішінде жиналған ауырлық анық сезіледі. Мен сені кездіргенде сен маған ұнадың. Қарапайым болғаның үшін, шынайы көрінгенің үшін. Арманның жүрегі қысылды. Бірақ уақыт өте келе сен өзгердің. Немесе мен сені дұрыс көрмегенмін. Арман басын шайқады. Жоқ, мен өзгерген жоқпын. Мен өтірік айттың, деді Алина. Қысқа, анық, ащы. Сол сөз бәрін өз орнына қойды. Арман енді үнсіз қала алмады. Иә, деді ол кенет. Иә, өтірік айттым. Айналадағы адамдар бір сәтке қарап қалды. Бірақ ол мән бермеді. Мен қорықтым. Түсінесің бе? Деді ол дауысы дірілдеп. Сенің сөздеріңді естідім, сенің армандарыңды, сен қандай адамды қалайтыныңды. Ол жұдырығын қысты. Ал мен ондай емеспін. Менде ештеңе жоқ. Алина үнсіз тыңдап отыр. Көзінде жас жылтырады, бірақ ол жыламады. Арман жалғастырды. Бірақ мен сені жоғалтқым келмеді. Бір мүмкіндікті болса да ұстап қалғым келді. Сол үшін мен өзімді басқа адам етіп көрсеттім. Оның дауысы бәсеңдеді. Бірақ сезімдерім олар шынайы еді. Үнсіздік. Ұзақ, ауыр. Алина ақырындап сөйледі. Мен сенің сезіміңе сенемін. Арман басын көтерді. Көзінде үміт жылт етті. Бірақ келесі сөз. Бірақ мен сенің өзіңе сенбеймін. Бұл үмітті бір сәтте өшірді. Махаббат тек сезім емес, Арман, деді ол. Бұл сенім. Ал сен оны өз қолыңмен бұздың. Арманның көзіне жас келді. Мен бәрін түзете аламын. Жоқ, деді Алина жай ғана. Бұл жолы оның дауысы жұмсақ, бірақ шешімді еді. Сен басынан бастап шын бола алар едің. Мүмкін мен сені дәл сол қалпыңда қабылдар ма едім, білмеймін. Бірақ сен маған таңдау қалдырмадың. Ол орнынан тұрды. Арман да орнынан ұшып тұрды. Алина, күтші, өтінемін. Қыз тоқтады. Бірақ бұрылмады. Ең ауыры не екенін білесің бе? Деді ол баяу. Арман үндемеді. Сен мені алдадың деп емес, деді Алина. Сен мені өзіңнің өтірігіне сендірдің. Бұл сөздер бәрінен ауыр болды. Алина жай ғана кетіп қалды. Бұл жолы шынымен. Арман орнында қалды. Ол артынан жүгірмеді. Тоқтатпады. Себебі ішінен түсінді. Бұл жерде сөздер көмектеспейді. Кешкі қала тағы да шамдарға толды. Бірақ бүгін Арман үшін ол бос еді. Ол сол баяғы төбеге келді. Бұрын олар бірге тұрған жер. Төменде қала жарқырап тұр. Бірақ бұл жолы ол жарық емес, тек алыстағы естелік сияқты көрінді. Арман баяу отырып қалды. Қолын бетіне қойып алғаш рет жылады. Шын, жасырмай. Мен оны жоғалттым. Осы ой ғана қалды. Бір өтірік үшін. Жоқ, бір емес. Жүздеген өтірік үшін. Ал ең қиыны. Ол бәрін махаббат үшін жасаған еді. Бірақ дәл сол махаббатты өзі жойды. Сол түні Арман бір шешім қабылдады. Бұл жолы өтіріксіз. Бірақ ол шешім не туралы еді? Түн. Қала баяу тынышталып бара жатты. Көліктер азайды, шамдар бұрынғыдай жарқырамай, әлсіз ғана жанып тұрғандай көрінді. Арман сол төбеде ұзақ отырды. Суық жел бетіне соғып тұр. Бірақ ол оны сезбейтіндей еді. Ішіндегі бос кеңістік бәрінен ауыр болатын. Мен бәрін жоғалттым. Бұл ой қайта-қайта оралып тұрды. Бірақ сол түні ол алғаш рет өзіне өтірік айтпады. Келесі күннен бастап Арманның өмірі түбегейлі өзгерді. Жылдам емес. Ауыр. Бірақ шынайы.
Ол ең алдымен қашуды тоқтатты. Қарыз берген адамдарға өзі хабарласты. Мен төлеймін. Уақыт керек, бірақ бәрін қайтарамын деді. Кейбірі айқайлады. Кейбірі сенбеді. Бірақ ол бұл жолы ештеңеден жалтармады. Жұмыс тапты. Қарапайым ауыр кейде ұят сезімін тудыратында сәттер болды. Бірақ ол бәріне төзді. Себебі бұл оның шынайы өмірі еді. Және ол алғаш рет өзін құрметтей бастады. Айлар өтті. Алинасыз. Алғашында бәрі оны еске салатын көшелер, кофеханалар, тіпті жаңбырдың иісі де. Бірақ уақыт өте келе ауырлық азаймаса да, ол оны көтеруді үйренді. Бір күні ол сол кофеханаға қайта барды. Бұрынғыдай емес. Қашу үшін емес. Еске алу үшін де емес. Жай ғана қорықпау үшін. Ол сол баяғы үстелге отырды. Бір кезде бұл жерде бәрі басталған. Және бәрі аяқталған. Бос па? Таныс дауыс. Арман басын көтерді. Алина. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Иә, деді ол баяу. Алина қарсысына отырды. Біраз уақыт екеуі де үндемеді. Бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Басқаша, тыныш. Қалайсың? Деп сұрады Алина. Жақсымын, деді Арман. Бұл жолы шын. Алина оның көзіне қарады. Өзгеріпсің. Арман жеңіл ғана жымиып қойды. Бұл жолы шынымен. Алина да күлімсіреді. Бірақ оның көзінде бұрынғыдай сезім жоқ еді. Жылулық бар. Бірақ махаббат емес. Мен сен туралы естідім, деді ол. Жұмыс істеп жүрсің, бәрін өзің реттеп жатыр екенсің. Арман иығын көтерді. Кеш болса да үйреніп жатырмын. Тағы да қысқа үнсіздік. Сосын Алина жай ғана. Мен саған ренжімеймін, деді. Арман бұл сөзді күтпеген еді. Бірақ мен сені бұрынғыдай көре алмаймын. Ол басын изеді. Мен түсінемін. Бұл ең ауыр, бірақ ең дұрыс жауап еді. Алина орнынан тұрды. Өзіңді жоғалтпа, Арман, деді ол. Шынайы қалпыңда сен жаман адам емессің. Арман оған қарады. Бұл сөздер кеш келген шындық сияқты еді. Рахмет, деді ол. Алина басын изеп жай ғана кетіп қалды. Бұл жолы тыныш. Нүкте қойылғандай. Арман терезеден сыртқа қарады. Қала баяғыдай. Адамдар баяғыдай. Бірақ ол басқа. Ол енді бір нәрсені анық түсінді. Бақыт өтірікпен келген нәрсе емес. Ол уақытша ғана елес. Ал шынайы бақыт ауыр болса да тек шындықтың үстінде тұрады. Арман терең дем алды. Және алғаш рет. Өткенге емес, алға қарады.